Сәлем қыздар, бүгін ең оңай, в общем, тез болатын тамақ істеп көрсетейін дедім. Қысқа нұсқа көрсем, просто қазір не керектерін. Картошка керек, мынандай жұқа қылып, өте жұқа қылып турап аламыз. Осындай қылып. Сосын қаймақ керек, любой қаймақ болады. Мен қолдың қаймағын алдым. Филе керек, филе жоқ екен. Филе болмағаннан кейін целый курица ала салдым. Одан кейін сыр керек. Мен ең арзанын алдым міне. Сыр деген 1095 теңге. Қымбат болып кеткен ғой сырлар. Одан кейін мынандай май, немесе мынандай май. Разница жоқ, разница жоқ. Бар мен. Даже ең арзан сырда болады, ең магазиннің қаймағы да бола береді, кез келген. Осындай продуктымен бүгін тамақ көрсетемін сіздерге духовкада. Өте дәмді тамақ. Тойымды, дәмді, әрі көпке жететін болады. Көп адамға. Қыздар, жігіттер, мынау духовканың формасы ғой. Менде ана форма бар, просто ол кішкентай сыймайды, үлкенірекке істегім келіп жатыр. Қағазым бар еді, балконға шығарып тастадым ба, қайда білмеймін, қазір іздеп жүруге уақытым жоқ, сосын фольга төсей салдым ше. Соны май жағып аласыздар. Мен мынандай растительный масло жақтым, кәдімгі обычный. Жағып аласыздар. Қазір көрсетем ары қарайсын. Міне картошкам. Қара бұрыш саламыз азғантай, тұз саламыз. Одан кейін барып кішкене не салдым, андай араластырылған шөптер, готовый шөптер бар ғой әртүрлі. Соларды салдым, зелендерді, сухой да. Сол сөйтемізді 180 градус духовкаға салып, картошкалар кішкене қызғылт болғанша пісіріп аламыз. 20-25 минут кететін шығар. Бірақ қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін, өйткені әркім духовкасы әртүрлі қыздырады. Сондықтан солай. Ары қарайын тағы көрсетейін қазір. Салдым духовкаға. Енді көреміз қазір уақытты. В общем, филені былайғы турап аламыз. Ну, примерно осындай. 4 бұрыш. Кубики дейін берейінші. Кубик енді типа. Қалған курицаны заморозить етіп морозилькке салып тастаймын. Маған филе ғана жетеді. Негізі филе алам дегеннен, филе болмаған соң целый курица алдым. Мына филені енді сковородкаға, қатты қызып тұрған сковородкаға қуырамыз, чтобы запечатать ету үшін, ішіндегі соғының бәрі ағып кетпес үшін. Өйткені филе бұлжырап қуыратын болсаң, сухой болып қалады ше, соғының бәрі шығып кетеді. Сондықтан қатты қызып тұрған сковородкаға, қатты қызып тұрған майға қуырамыз. Жақсылап қызартып қуырып аламыз. Содан кейін пияз саламыз, бір пияз турап, бір пияз жетеді. Онымен қуырып кішкене демдейміз да. Одан кейін ары қарайсын көрсетейін қазір. Просто қуырған, суырған көрсетіп тұрғым келіп тұрған жоқ, жалпы түсінікті ғой, қалай. Және мен көмекшім келді. Мынаны қараңдар, филе қалай қуырылып жатыр. Міне. Филе көрдіңіздер ғой, қандай. 5 минут, 5-6 минут шығар, ары кетсе. Пиязды бөлек қуыратын болдым, себебі филені құртама деп тұрмын да ше. Бөлек кішкене өлтіріп алып істесеңіздер болады. Мен сары майға қуырдым, кез келген май бола береді. Достар, лайфхак көрсетейін бе? Сырды теркадан өткіземіз, ол үшін терка керек қой бізге. Үлкен жағымен өткізетін болам. Ішін сыртын майлайын, сонда сыр жабыспайтын болады ше теркаға. Қазір өткізіп болғаннан кейін көрсетем, короче. Мына теркалар тап-таза. Іші сыртына кішкене бет сілкі жасаң түседі, жабыспайды. Крупнайынан істедім. Мына достар. А то сыр жабысып кетеді ғой, білесіздер ғой. Енді осы сырды қазір бетіне себеміз ғой. Филені саламыз, үстінен. Қыздар, жігіттер, қаймағымыз өте қою. Міне бөлек салып алдым, мынақа. Ана жаққа қосатын қаймақ. Сол үшін су қосамыз. Су фильтрованный, өзім ішетін, ішіп жүрген суды қосамын. Қаймаққа кішкене. Кішкене сұйықтау болу керек та. Осыны жақсылап араластырамыз. Штатив қоймаған қиын болады екен, бір қолмен ше. Мынаны араластырамыз міне. Бұл қаймақ эконом еткеннен емес, экономға да дұрыс бірақ ше.
Просто қазір бір келкі, бір қалыпты нету керек та ана. В общем, осылай. Қазір көреміз, жетпесе тағы да. Жетіп қалады мен ойымша. Осы қаймақты құямыз қазір арақын. Айтқандай, жаңағы нені қуырған кезде филені кішкене тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Сосын некеде пиязды бөлек қуырып қой, оған да кішкене тұз саламыз. Айтқандай, сосын саңырауқұлақ қоссаң да болады, саңырауқұлақ қоссаң да вообще күшті болады ше. Мен осылай істедім, саңырауқұлақ сызақта әдемі болады, ал онымен вообще керемет болады. Ой, ана духовканың аузын ашып қалдырып. Мына картошкамыз золотистый цвет болып тұр. Кішкене сәл бір 1-2 минут тұрса пісетін сияқты. Біз оны 15 минут қоямыз қазір. Бәрін үстіне қойып, сосын көрсетемін. Достар, филені салдым, үстінен көрдіңіздер ме, золотистый әдемі нем. Лук жуа дейінші. Или пияз. Әр жерде әрқалай ғой. Енді осының үстіне сметана құямыз. Сметана құямыз. Қазір аның ішіне су құйып тағы шайқап. Достар, сыр қойып шықтым. Сырдың жартысын істедім. Бүкіл жаңағы тұз нелеріңізді ұмытып кетпеңіздер. Дәмсіз болады, тұзсыз. Сырдың жартысы жетеді. Қалың нетудің қажеті жоқ, осының өзі жетеді. Енді осыны духовкаге 15 минутқа 180 градусқа қоямыз. Мен духовканы қатты ысып кетті, 150-ге түсіремін мынау. Менде қатты ысылды. Міне, достар, дайын болды. Мін қараңдаршы қандай әдемі. Это просто божественно. Мына жер мен шыққан ғой, картошкасы пісіне көрейін деп бүйтіп ше. Қараңдаршы қандай золотистый. Дәмін көрейін. Ешқандай дәмдеуіш ештеңенің керегі жоқ. Қара бұрыш, тұз, сосын кішкене анандай зелендер бар ғой, готовый, сондай септің кішкене ғана, оны картошка. Басқа ештеңенің керегі жоқ. Мына қараңыздаршы, сыр қандай болып тұр. Керемет. Ас болсын. Істеп жеңіздер, өкінбейсіздер. Сау болыңыздар.